Қайырлы күн, құрметті математика пәні мұғалімдер және студенттер. Мен Жомарт Мұратұлы, физика математика ғылымдарының кандидаты. Тиктоктағы және ютубтағы парақшамда күрделі математикалық есептердің шешулерін көрсетемін. Бүгін мынадай тригонометриялық функциялардан анықталмаған интегралды қалай дұрыс әрі тиімді тәсілмен табуға болатынын көрсетемін. Сіздерге бұнда тригонометриялық функциядан интеграл алу керек. Бізде интеграл dx бөлігінде dx деген нені білдіреді? X бойынша интеграл dx бөлінген бөлімде мынадай тригонометриялық функция 3 котангенс x плюс 2 синус x міне. Осы функциядан интеграл алу керек. Енді бұл есеп қарап тұрсаңыздар оңай есеп деп айтуға келмейді. Бұны ойланып шығарады өте көп мұғалімдер және студенттер бұны қате шығарады, немесе мүлде шығарамайды. Сондықтан кейбір көрермендер маған есептеріңіз оңай бәрі шығарылады деп претензия айтпаңыздар, жарай ма? Егер ұнамаса көрмеп қойыңыздар, немесе мені көре алмасаңыздар, тур мен сияқты кандидатымды мен жарысыңыздар, қарсы емеспін. Мен бәріне өзімнің біліміме, өзімнің деңгейімді білемін, сіздермен сұралышып жатпаймын. Енді міне мұнда қалай есептейміз бұл интегралды қарайық. Бұнда енді біз котангенстің анықтамасын пайдаланамыз. Котангенсті деп жазсақ болады, косинус бөлінген синус. Міне қалай жазсам бұл? Міне dx міне котангенс дегеніміз ол не? Косинус бөлінген 3 косинус x бөлінген синус x. Міне плюс 2 синус x. Міне аны ортақ бөлімге келтірейік. Сонда қалай болады? Синус x бөлімінің бөлімінде тұрса, онда ол алымын ашып береді, дұрыс па? Интеграл синус x алымын ашып береді. Ортақ бөлімге не қылсақ? Синус x dx ол алымын ашып береді. Мына жерде 2 синус квадрат x, 2 синус квадрат x плюс косинус x. Міне осы жерде мына жерде қарайықшы. Мына жерде біз синус квадратты негізгі тригонометриялық тепе-теңдік бойынша қалай жаза аламыз? 1 минус косинус квадрат деп, дұрыс па? Тең синус x dx міне 2 минус 1 минус косинус квадрат x 2-ге бөлініп кетті, 2 минус 2 косинус квадрат x плюс косинус x. Міне мынадай не. Енді мына жерде қарайық, косинус x-ті т демесақ, бәрінде косинус x бар ғой. Косинус x-ті т демесақ, оның дифференциалын табайықшы. Мүмкін бәрін косинус x арқылы т арқылы өрнектеп, т арқылы интеграл алып, мүмкін тиімді тәсілмен табармыз. Косинус x т дейік. Дата неге тең? Дата тең косинустың туындысы минус синус x dx. Міне алымында тұрғанға қарайшы. Тур осы бірақ минус жетпей тұр. Значит, минус дата намалар т арқылы өрнектелеміз. Минус дата бөлімінде минус 2 минус 2 т квадрат плюс т. Мына минусты бөлімге жіберейік. Сонда қандай интеграл шығады бізде? Тең интеграл, яғни бөлімінде квадрат жүргенше оның таңбалары өзгереді. Міне 2 т квадрат минус т минус 2. Ана жерде енді бізге мынау дискриминант 10, значит, мынаны бірдеңенің квадраттарының айырмасы ретінде жазуға болады. Мынаны 2-ні алдына шығарайық. Мына несі үшін? Бас мүшесі 1 болғаны бізге ыңғайлы ғой, толық квадратқа келтіру үшін. Т квадрат минус 2-ден 1 т минус 1. Енді 7-ші кластың материалы толық квадратты бөліп алайық. Мына жерден тең 2-ден 1 интеграл т минус 4-ден 1-дің квадраты минус мына жерде минус 1 минус 16-тан 17. Солай толық квадратты бөлмесек, мынау шығады. Мынау 16-тан 1-ден 16-тан 17-ні алу керек, минус 5 шығу үшін. Енді мына формула бар бізде. Мына таблицалық интегралға келіп тұр, бұны түсіндіріп жаттауым керек негізінде. Бірақ енді сіздерге есепті толық түсінікті шығару үшін мен де еңбегімді далаға кеткенін қаламаймын, конечно. Статистиктердің көбі, сондықтан көрермендерді қызықтыру үшін таблицалық интеграл мына жерде. Ада интеграл бар. Егер а нөлге тең болмаса, онда dx бөлінген x квадрат минус a квадрат неге тең? Бұл интеграл 1 бөлінген 2a ln x минус a модуль x плюс a плюс a. Ана жерде т минус 4-тен 1-де туындысы ғой, т минус 4-тен 1 деп. Ана жерде тура 17 бөлінген 4 қой, дұрыс па? Аның орнына x-тің орнына т минус 4-тен 1. Значит, ана тең деп мына жаққа сыймайды, мына жаққа өкінішке орай көріп тұрсыздар. Мына жаққа жалғастырайық. Тең, ал неге тең? Формуланы орнына қойық. Аның орнына бізде 16-тан 17 ненің квадрат? Тура 17 бөлінген 4. Ол бөлінген, значит, а 1 бөлінген 2. Тура 17 бөлінген 4. Значит, тура 17-тен 2, на 2-мен қысқараттады. Тура 17-тен 1. Тура 17-тен 1 ln модуль. Сразу жаза береге. Т минус 4-тен 1 минус 4-тен тура 17. Өткен аның орнына сол тұр, дұрыс па? Т минус 4-тен 1 плюс 4-тен тура 17.
плюс с. Енді бұл неге тең енді бұл енді? Біз мынаны ортақ бөлімге келтіреміз, 4 болады да, сонда 4-тен қысқарып кетеді да, мынау неге тең? И т деп нені белгіледік біз, естеріңізде ме? Т деп косинус x-ті, значит, x бойынша жазу керек жауапты. Өйткені функция т бойынша емес, x бойынша, значит, жауапты да x бойынша жазу. И енді x-қа қайттан ораламыз. Міне, аға 4-ті көбейтеміз, неге тең, значит, мынау тең 1-ден турасын 17. Турасын 17-тен 1 ln ортақ бөлімге келдім, 4-ті болып кетеді анда, 4 косинус x минус 1 минус турасын 17. И бұл алымы бөлімінде 4 косинус x плюс 1 плюс турасын 17 осының модулі плюс с. Мына интеграл неге тең, мынаған тең екен. 1 бөлінген турасын 17 көбейтілген ln натурал логарифм яғни негіз е. Модуль бөлшек бөлімінде 4 косинус x плюс 1 плюс турасын 17 алымында 4 косинус x минус 1 минус турасын 17 модуль жабылған плюс с. Міне, есебіміз шықты. Ұнаса лайық қойып әріптестеріңізбен бөлісіңіздер. Арттарыңызға сәттілік тілейміз, сау болыңыздар.